Барлығыңызға сәлем. Бүгінгі видеода оңай жасалатын қатпарлы қамырдың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен үлкенде ыдысымызды алып, оған жылы суымызды құйып, 1 шай қасық тұз салып, ерігенше араластырып аламыз. Ұнды аз-аз мөлшерден сала отырып, қамыр илейміз. Рецептте көрсетілген осы мөлшермен дәл осылай қолдансаңыздар, сіздерде қатты емес, әрі тым жұмсақ та емес, орташа қамыр шығу керек. Осы қамырды біз целлофан пакетке салып, 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минут өткеннен кейін қамырымызды осылай басып аламыз да, осы қамырымызды өзімізге ыңғайлы бөлікте бөлеміз. Менің енді оқтауым кішірек болғаннан кейін мен 8 бөлікке бөлдім. Сіздер 4 бөлікке немесе 6 бөлікке бөліп алсаңыздар болады. Енді барлық қамырымызды оқтаумен жайып шығамыз. Біздің қамырлардың қалыңдығы, мына 5 бармақтың қамыры болады ғой, сол сияқты болу керек. Қатты қалың болмау керек. Мен өзіме ыңғайлы болғандықтан бірден 2 қамырды жайып жатырмын, уақыт алмас үшін. Міне мен соңғы 2 нанымды жайып болдым. Менде барлығы 8 жайма шықты. Енді араларына осылай маргаринді ерітіп алдым. Қатты ысытқан жоқпын, жылы күйінде кисточкамен жағып шығамыз. Барлық жаймамызды осылай арасына маргарин жаға отырып, бір-бірінің үстіне қоямыз. Алақанмен басып жіберуді ұмытпаңыздар, сонда арасында ауа қалмайтын болады. Маргарин барлық жеріне жетіп тұру керек. Соңғы жаймамыздың да бетін майлаймыз. Шетінен бастап рулеттәрімізді орап шығамыз. Енді қазір біз осы рулетімізді ораймыз ғой, жабысып қалмас үшін жеңіл ғана майлап жіберіңіздер, видеодағыдай. Енді осыны целлофан пакетке салып, морозильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағаттан кейін қолдана беруге болады. Міне менің қатпарлы қамырым жарты сағат морозильникте тұрды. Жарты сағат өткен соң бірден самса жасаймын. Бұл самсаны мен заказға жасап жатырмын. Қазір қалай жасағанымды, қалай піскенін барлығын көрсетемін осы видеода. Енді мен тек осы рецептпен ғана жасайтын боламын. Бюджетный рецептісі де болады, өйткені құрамы көп затты қажет етпейді. Уақыт жағынан да өте үнемді. 1 сағат ішінде дайын болатын қамыр. Самсаларымды жасап болдым. Менде осы рецептпен 45 самса шықты. Бетіне 1 жұмыртқаның сарысына 1 қасық сүтті араластырып жақтым, және әдемілік үшін 2 түрлі күнжутты септім. 180 градуста 35-40 минут пісіріп алдым. Міне достар, мен самсам осындай әдемі болып пісіп шықты. Сіздерге де осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Дүкеннен қымбатқа сатып алғанша осы рецептпен жасап көріңіздер. Әлде қайда көбірек шығады. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода жүздескенше.